Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі кішігірім влогта сіздерге дайын жұмыстарымды және де не тоқылып жатыр, алдағы уақытта қандай шеберлік сабақ шығады, жалпы кішігірім жоспарыммен бөлісемін. Бірінші кезекте алдарыңызда этно стильдегі бас киім, оюлы шапка, бейне шапка деп айтуға болады. Бұл енді менде реквизит түрінде тоқылған, яғни пробный вариант. Бұл жерде қолданылған ланагатта жібі, итальяндық меринос, және де бұл жіппен тоқылып жатқан үшінші бас киім шығар, яғни осы қызыл түстегі жіп менде үшінші рет қолданыста. Алдағы влогтарда айтып кеткен, міне ол шапканы тарқатып мен басқа зат тоқимын деп, себебі жібін тастай салу мен үшін енді қимаймын, шыны керек. Енді осы шапка соңғы деп ойлаймын, бұл жіпті ендігі ары қарай ешқандай тәжірибеде қолданбаймын. Жалпы көрінісі маған ұнайды, әрине қателіктері де бар. Жаккардты өзім жаңадан тоқып жатқаннан кейін қолымды әлі жаттықтырып жатыр. Қазір қолымды жаттықтыру үстіндемін деп айтсам болады. Жалпы қолымды жаттықтырып жатырмын. Байқағандарыңыздай төменгі резинкасы қатты үлкен емес, және төбесінде өте қарапайым бекіттім, осындай гүл тәріздес көріністе бекітілген, және де бейне стилінде тоқылды. Енді төбесіне бұл жерде помпон қоюға да болады, осы жіптен кішігірім жасап қоюға да болады, немесе менде күлгін түсті мех помпон бар, білмеймін, бірақ та бұл этно үлгідегіге мехпен қалай көрінетінін, оның барлығын қондырып қарау керек. Бұл оюмен мен ұлыма жилет тоқығанмын. Қосымша фотосын салып кетейін. Өте қатты ұнайды. Оюдың схемасын барлығын өзім жасадым. Бұл жерде мен төменгі резинкасын бүктелетіндей жасағым келді, бірақ та енді ланагатта жібі екі қабатталып тоқылып жатқаннан кейін, оның үстіне жаккард болғаннан кейін бұл шапка онсыз да қалың болады. Оның үстіне мен өзім тез аяқтап нәтижесін көргім келді, шыны керек. Сол себепті де осындай кішігірім бейне нұсқасында тоқылды. Өзіме қатты ұнады. Түстік үйлесімдері де барлық әдемі келіп тұр. Негізі ою түсі ақ сияқты көрінеді, бірақ та негізінде бұл ашық күлгін түс. Мен жақыннан сіздерге қосымша көрсетіп кетейін. Және сіздерге қалай қосымша жаза кетіңіздер ойларыңызды. Ішкі көрінісі де өте оқыпты. Әрине бұл жерде енді протяжка дейді ғой. Протяжка жасамай тоқылу әдісі де бар. Бірақ мен оны да қолданып көрдім. Ол менің тым ұзақ уақытымды алып жіберді. Содан кейін жаккард өрнегінің өзі тартылып кеткендей болғаннан кейін мен тарқатып қайтадан осы протяжкамен жасадым. Әрине арасында алтын илмек болған кезде мен ортасында осындай қатты ұзын болмайтындай бір жіппен орап отырып тоққан болатынмын. Алдағы уақытта барлығы ойдағыдай шықса, шеберлік сабағы түсіріліп жатса, сіздерге ол әдісті де көрсетіп кетемін. Негізі бейне шапка ретінде төртке бөліп те бекітілу жасалса өте әдемі көрінеді, бірақ оған енді өрнектің кішкене қысқартылулары қиындау болады. Мен оған әзірге дайын емеспін. Енді осы тақырыптан алыстамай бірден келесі тоқылып жатқан үлгіні көрсете кетейін. Бұл әрине этно үлгідегі бас киім және шеберлік сабаққа арналып түсіріліп жатыр. Әзірге бастадым түсіріп, бірақ нәтижесіне қарай көремін. Бірінші мен өзім толық зерттеп алғым келеді. Барлық нюанстарын ескеріп, содан кейін сапалы түрде сабақ болғанын қалаймын. Және де сәл кішкене басқаша өткізгім келеді. Негізі басында тегін немесе ақылы деп ішімде 50-50-ге бөлініп кетті ойым. Бір шеті енді тегінде бөліскім келеді, YouTube арнамды дамытқым келеді. Ал екіншіден маған қазір, яғни енді ешкім, бәрімізге қаражат қажет қой. Оның үстіне жіп алу керек жаңадан деген сияқты. Бірақ өзім сол іштегі жабамды жеңіп, тегін шығаратын болдым. Сәл кішкене басқаша форматта. Қандай форматта болады, оны алдағы уақытта, егер барлық ойдағыдай шығып жатса, бөлісетін боламын. Осы шапкаға арнайы бір влог арнаймын.
Енді тоқылып жатқан шапкаға келетін болсам, Alize Lana Gold жібін қолдандым. Классик. Alize Lana Gold классик жібін қолданып жатырмын. Осы екі түспен тоқимын. Негізгі түс қоңыр, оюды осы сұр түспен жасаймын. Өзімде қолымда бар жіптерді қолдану үстіндемін қазір. Және де енді бюджетті вариант ретінде бұл жіп маған қатты ұнайды, сапасы жағынан да. Енді тым бюджетті деп айтпаймын, себебі қазір нарықта баға бір орында тұрған жоқ. Басқа заттарға қосылумен қатар бұл жіптің де бағалары өсіп келе жатыр. Әрине бұл бас киімді әркім өзіне ұнаған жіппен тоқи береді. Меринос жүнімен немесе осы полушерсть жібімен деген сияқты әркімнің өзінің таңдауына, қалауына қарай. Оның барлығы сабақта айтылады, ескеріледі, қалай есептеп аласыздар. Соның барлығын толық түсіндіріп кетемін. Жалпы қазіргіше осы төменгі, бұл менде төменгі бөлігі резинкасы бүктеліп тұратындай көрініске алып келдім. Бір қабат жіппен тоқуды жөн көрдім, себебі екі қабатпен көрген кезде тым қалың екен және қатты болып қалады екен. Сол себепті де осы бүктеліп тұратын нұсқаны таңдадым, және де қыста құлаққа жел үрлемейтіндей де нұсқада болатындай жасаймын. Оны әрине барлығын сабақ кезінде түсіндіремін. Бұл жерде байқасаңыздар жолақ бар екені білінеді. Бұл менде фиксация үшін жасалды. Яғни біздің төменгі жағын бүктеген кезде осы бүктеліп тұрған тұсы түзу, жақсы ұсталып тұру үшін жасалынды. Барлық тұстарын сабақта айтып өтемін. Сіздерге қосымша осы сабағы шығады деп бөліскім келді сіздермен басты жаңалығыммен. Құрметті қыздар, келіншектер, ханымдар, егер арнам пайдалы болса, әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеоға лайк басып, жылы лебіздеріңіз болса, қуана-қуана қабылдаймын. Кез келген лебізді қабылдаймын жалпы. Кеңес болсын, сұрақ болсын, немесе бір минус көріп қалсаңыз видеомнан түзету мақсатында жазсаңыз, мен бәріне адекватты қабылдаймын. Себебі маған қазір белсенділік қажет. Сіздер белсенді болған сайын YouTube арнаға жиі сабақтар шығарып отыруға тырысамын. Себебі ол маған үлкен шабыт береді. Дәл қазір мен тегін жұмыс жасап жатырмын барлық площадкада. Көп тапсырысты алып жатқан жоқпын. Менің фокусым қазір осы YouTube арнамда. Енді мен тегін жасап жатырмын деп ешқандай бір финанс жағынан көмек сұрау мақсатында емес, жалпы айтып жатырмын. Бәріміз де пендеміз. Тегін жасағаннан кейін адам тез жалығады, тез шаршап кетеді, тез күйіп кетеді. Оны барлығымызға таныс деп ойлаймын. Сол үшін маған қазір сіздердің беретін қаражаттарыңыз ол кері байланыстарыңыз болып тұр. Яғни актив. Жылы кез келген лебіздеріңіз, немесе осы видеоға лайк басу арқылы, достарыңызбен бөлісу арқылы деген сияқты белсенділікті көрсем, маған одан асқан жаңағы шабыт қажет емес. Өзімнің кішігірім қуанышыммен бөлісе кетейін. Мен осы YouTube арнаны жүргізу үшін және де мастер-класстарды да түсіру мақсатында өзіме керекті құрал жабдықтар алғанмын. Өздеріңіз блог басында көріп кеткен шығарсыздар. Штатив, лампа және де осындай микрофон алдым. Петличка. Петличканы көрсеткім келіп тұр. Өте әдемі, дизайны ұнап тұр маған. Түстері сырты қара, іші ашық, сары, көңіл күйді жақсы сыйлайды, және осындай екі микрофоны бірақ бар екен. Бұл жерде енді сұхбат жүргізуге арналған петличка деп айтуға болатын шығар. Жалпы сіздерге алдыңғы влогтарға қарағанда дауысы қалай? Өзгеріс бар ма? Дәл қазір мен осы бір микрофонды жаңа айтып өткендей өзімде, яғни өзім алған жаңа дүниелермен түсіріп тұрған алғашқы влогтарым бірі. Сіздерге жарық, көрінісі, сапасы және дауысы қалай, соны жаза кетіңіздер. Өзгеріс бар ма? Дәл бүгін Алматыда күн бұлтты және де қар жауып жатыр. Осы лампа маған дәл осы сәтте қажет екен. Күңгірт күндерге арналған, күз, қыс мезгілінде жаңбыр, күн бұлтты деп қорықпай, осы жарықты қосып түсіре беремін. Өте ыңғайлы, керекті зат. Егер сіздер алуға ойланып жүрсеңіздер, алуға кеңес беремін. Инстаграмға салған болатынмын. Қай жерден алдыңыз, артикул қалдыра аласыз ба деген сияқты жекеме де хаттар келді. Мен енді
нақты қай жерден артикулын айта алмаймын, себебі мен Алматыдағы Байсат базарынан барып алдым. Ол жерде мен бутиктің қай бутиктен алғаныма да мән бермеппін, шыны керек. Енді келесі кезекте барып жатсам, міндетті түрде мекен жайын, бутикті барлығын, яғни толық ақпаратты біліп, осы YouTube арнамда да, қосымша басқа әлеуметтік желілерде де бөлісуге тырысамын. Жақында өзіме осындай көмекшілер сатып алдым. Қазір көрсетемін. Бұл штатив, журавль деп аталады. Қазақша айтқанда тырна. Өте қатты ұнайды өзіме. 90 градуста иіледі және де столға отырған кезде ыңғайлы. Яғни менде бұның алдындағы штативтің жаңағы телефон орнататын тұсы осы жерде болған. Ол өте ыңғайсыз, одан ары созылмайды немесе ары қарай өтпейді деген сияқты. Бұндай ұзын нұсқасын алғаныма өте қуаныштымын. Қалай қаратсам да өзіме өте ыңғайлы. Және келесі менде осындай лампа алдым. Себебі күңгірт мезгіл келе жатыр, күз, қыс, бізде кішкене жарықтың азаятын тұстары бар, жаңбырлы күндері мүлде қараңғы болады. Сол себепті де арасында осы лампамен қолданамын деген ниетпен алдым және өте қатты қуаныштымын. Суретке түсірсем де, басқасы болса да, бұл жерде пульті да бар, жаңа видеода көріп кеткен шығарсыздар, қосымша көрсетіп отырамын. Және артында осылай қосып өшіретіні, жарықты ауыстыратыны, жарықты көбейтіп азайтатын барлық нұсқаулықтары бар. Қазір мен сіздерге қосып көрсетейін. Қазір жарық көрсетейін. 3 түрлі жарығы бар. Бұл бізде холодный, жаңаға кішкене теплыйға келген. Және тағы да бұл теплый түске жатқыза аламыз. Және осындай жарқылдауы бар. Жалпы азайтып көбейтуге де болады жарығын, плюс-минуспен. Жалпы менің осы алып алған заттарыма өте қуаныштымын. Енді кезекте осы диско шарға да кезек берсек, әрине ол қалжың. Бұл аспашам, абажур, мүмкін естігендеріңіз бар шығар. Әрине енді тоқмаға байланысы жоқ деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ та бұл жут жібінен немесе кез келген тоқмаға арналған жіптен жасауға болады. Қолөнер бұйымы болғаннан кейін көрсете кетуге жөн көрдім. Неге өзіміздің қолымызбен жасаған дүниені бөліспеске. Балалармен бірге жасадық. Өте қызықты болды, балаларға ұнады. Сыртына жай ғана гирлянда осындай батарейкамен орнатып қойдық. Қараңыздар, диско шар дегенім осы. Мерцани. Әрине, ендігі батарейкасы аз қалған, себебі біз бұны бірінші аспашам ретінде қолданамыз деп ойладық, түнде қолданатын ночник. Бірақ та енді таңға дейін жанып тұрды, бірақ қараңыздар, батарейкасы осылай сәл азайып қалды. Сәл емес, кәдімгідей азайып қалды. Сол себепті ол қолданысқа келмейді екен. Сол үшін біз енді жай ғана атмосфера түрінде кешке қарай жаңа бір бөлменің шамын, светін өшіріп қойып, осыны іліп қосып қойсақ, атмосфера үшін қолданамыз деген шешімге келдік. Және де өз қолымызбен жасаған дүние күндіздің өзі көз алдымызда тұрса, өзімізді қуантады. Неге жасап көрмеске? Шар қарапайым ПВА клей және де жут жібін қолдандым. Жаңа айтып кеткендей, кез келген жіпті де қолдансаңыздар болады. YouTube'тан қарасаңыздар талай нұсқасы шығады. Мен бұны Pinterest'тен жай ғана Pinterest'тен теріп, өзім қалай жасалатынын көріп алдым да, одан кейін шардың көлемін өздеріңізге қарай жасайсыздар. Кішкентай, үлкен, мына тұстар бізде ендігі былан қалыпты, жарайды, ол маңызды емес, бірақ өте жақсы формасын ұстап тұр, қараңыздар. Өте әдемі. Енді кезекті тоқылып жатқан бұйымдарға келсек, қазір ендігі қараша айы және де мен күзге тоқып алғым келеді деген бұйымдарды үлгеремін ба жоқ па нақты білмеймін. Мен үлгердім, тек ұлыма, қызыма шапка тоқып үлгердім және жаңа көрсетіп кеткен этно үлгідегі тақияны тоқып үлгердім, ал басқа бұйымдар әлі тоқылып бітпеді. Келесі кезекте күзде тоқып алғым келеді жоспарындағы менде тоқылып жатқан қолғап, бір саусақты қолғап, варежки яғни.
Енді бұл менде дилемма болды ғой. Біресе бастағаннан кейін 5 саусақты тоқимын ба, жоқ варежке тоқимын ба, әлде митингке тоқылады ма деген түрлі ойлар келді. Бірақ енді қазір нақты шешімге келдім. Басы жабық бір саусақты қолғап болады. Себебі маған тез біту керек, және де қыс мезгіліне сол митингке қарағанда басы жабық қолғап жақсы. 5 саусақты қолғапқа маған енді қазір уақыт тығыз болып тұр. Бұл қолғаптың өзін тоқып аяқтағанша ойым әртүрлі фантазияға ерік беріп жатыр. Жалпы қиындатып алғанды жақсы көреміз ғой. Осы күйінде тоқи салуға болмайды. Біз бір тұсында бір ерекшелік жасағымыз келіп тұрады. Сол сияқты бұл қолғап тоқу барысында да мен мүмкін төбесіне ою қосып жіберемін ба деген ой келді. Бірақ мен кеше ғана тоқып отырып, мен неғып өзіме қиындатып жатырмын. Жай ғана қарапайым тоқып бітіріп, үстіне жай ғана өзім сол фотодан көргендей жүрекшелермен әрлей салмаймын ба деген шешімге келдім. Себебі мен қазір фокусым сол этно стильдегі тақияны жақсылап сапалы қылып тоқып шықсам да, соның өзі маған үлкен жұмыс болып тұр. Жалпы өте қарапайым тоқылады, білмеймін сабағы қажет па, себебі 5 саусақты сияқты тоқылады. 5 саусақты қолғаппен тоқылады барлық, бірақ тек қана осы 4 саусағы тоқылмай бірігіп тоқылып кетеді. Мүмкін енді экспресс сабақ ретінде тоқылып шыққан тұстарын айтып кететін шығармын. Және де видео түсіріп жатсам, қалай тоқылғанын тағы да қосымша бөлісемін. Яғни бастан аяқ түсірмеймін, тек осы төбе жағындағы бекіту нұсқасын ғана көрсететін шығармын. Себебі басқа тұсының барлығы сол мен қазір өзімнің 5 саусақты қолғабымның сабағы арқылы тоқып жатырмын. Ешқандай қиындықсыз сабақты ашып аламын, барлық есептеу, өлшем барлығын сол бойынша тоқылып жатыр. Өте маған үлкен көмек. Және егер микрофонда бір артық дыбыстар немесе жыбырлау барлығы қатты естіліп кетсе, кешірім сұраймын. Мен кейде қазір үйренбегеннен кейін кейде қолым тиіп кетеді деген сияқты, немесе қатты қимыл жасап қалсам, мүмкін қатты дыбыстар құлаққа жаман тиіп кетуі мүмкін. Енді мен әрине өзім қазір тексеремін. Егер тым көп, тым қатты тиетін болса, онда мүмкін қайтадан түсіретін шығармын. Жалпы енді келесі кезектегі жұмысымды көрсете кетейін. Бұл берет, мен сіздерге алдыңғы влогтарда осы жіптен тоқимын деп ойлағанмын. Бұл негізі тапсырыс. Күзге арналған берет болған, бірақ мен белгілі себептермен, сыртқы факторлардың әсерінен бұл үлгіні, яғни бұл тапсырысты аяқтап үлгермедім. Сол себепті тапсырыс берушіге келесі көктем мезгіліне тоқып аяқтауымды сұрадым. Ендігі бізде күн салқындап кетті, актуалды болмайды, яғни басы тоңып жүреді. Сол себепті көктемге жасап берейінші деп өтінішімді қабыл алды. Жалпы осы кішкене қараңыздар, бөлігіне ғана тоқыдым. Өзімнің YouTube арнамдағы берет арқылы дәл сол ілмек санымен, яғни бас өлшеміне қарай сол есептеумен тоқып жатырмын. Бұл жерде жай ғана өрнегі жемчужная резинка деп аталады. Мүмкін білетін шығарсыздар. Өте әдемі, өзіме ұнайтын өрнектердің бірі. Нұсқаларын жібердім, қандай берет қалайсыз деп. Яғни классикалық береттарды жібердім, ешқандай узорсыз, аран, жаңағындай косы деген сияқты мен жасамаймын қазір. Сол себепті де осы жаңағы оң тоқылуы, жемчужная резинка көрінісіндегі береттерді жіберген кезде өзі осы таңдауға көзі түсті. Қосымша сіздерге фото салып отырамын, қандай берет болады. Өте қарапайым ғой, жай ғана бұл жерде өрнегі ғана басқаша. Келесі процесстерімнің бірі, яғни бір апталық тоқыма деп бастаған жұмыстарымды біртіндеп көрсетіп жатырмын. Мендегі осы жилет. Қосымша фото саламын, қандай жилет тоқып жатқанымды. Мүмкін жаңадан қосылып жатқан жандар болса білмейтін шығар, не жайлы айтып жатқанымды. Және де бұны мен айтып кеткенімдей, ілмек санын қате теріп алып, кейін осылай жартысын арқа бөлігіне, жартысын алдыңғы бөлігіне жіберемін деген көрініспен тоқылып жатыр әзірге. Кәдімгідей жоғары қарай жақсы тоқыдым. Яғни жай ғана бір орында тұрып қалғанша мен үшін осындай сәл болса да бірнеше қатардан
күнде болмаса да әйтеуір бірнеше қатардан тоқылып жатқанына өзім өте қатты қуаныштымын. Мен енді керекті ұзындыққа тоққанға дейін ендігі түймеліктің саны өте көп болатын сияқты. Түймелерді жиі жасап жатырмын. Бұл менің өз анама тоқылып жатқан жилет. Анамның сұрауы бойынша үлкен кісілерді білесіздер, міндетті түрде қалтасы болу керек және түймесі болу керек. Және де түймесі жақсы түймеленетіндей көп болғанында қалайды үлкен кісілер. Сол себепті де міне өте жиі қойып жатырмын. Нәтижесін өзім де асыға күтудемін. Меніңше өте әдемі шығады, себебі қалтасында өзім бір басқаша түрде, басқаша әдіспен жасап көргім келеді. Басқа процестерге келетін болсақ, олар сол қалпы тұр, оны көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын қайталап. Сол себепті де жай ғана сіздерге өзгерісі бар процестерді көрсетіп кетіп жатырмын. Баршаңызға сәлем. Бүгін дүйсенбі 20 қыркүйек. Әр аптаны мен жаңа бір бастамамен ашқым келеді өзім үшін. Бүгін менде тігіннен басталады. Бұл орындыққа арналған қап болады. Матаны арнайы алдым, чехол яғни. Өте қарапайым түрде тігемін. Жалпы менде тігін болсын, тоқыма болсын, маталар, жіптер біраз мөлшерде бар. Және олар менің энергиямды алып жатыр. Себебі мен білемін, құры тұр, әлі оны қолыма алып бастаған жоқпын деп, сол оймен өзімді іштей жеп жатырмын, яғни менің энергиям кетіп жатыр. Сол себепті де мен біртіндеп осы қолға алуым керек деп шешімге келдім. Бүгін мен осы аптаны тігінмен бастап жатырмын. Ары қарай сіздерге нәтижесімен бөлісіп отырамын. Жалпы, егер сіздің де осылай энергияңызды алып жүрген жұмыстарыңыз болса, әр аптада осы жаңа бастаманы сізде қолданып көріңіз. Пайдалы болсын. Ендігі тігінмен де бөлісіп кетейін. Ақырындап айтып кеткендей, тоқыма ғана емес, жалпы қолөнерге байланысты дүниелермен бөлісіп отырамын бұл арнада. Шабыт беретін арна және қосымша шеберлік сабақтар, жалпы қолөнерге байланысты жаңағы жасалынған дүниелермен бөлісемін. Жаңадан қосылып жатсаңыз, сіздерге түсінікті болу үшін айтып кетіп жатырмын. Бұл менде орындыққа арналған чехол, орындыққа арналған қап, әзірге осындай көріністе, жай ғана өте қарапайым, ұзын, өте қарапайым қаптың бірі. Жай ғана осы артқы бөлігін қараңыздар, осылай бүктеп қазір ішке қарай тігемін да. Сол кезде бізде осы бүктелген бөлігі орындықтың арқасына киіледі да, қалған тұсы жай ғана осылай төгіліп тұрады. Әрине мен енді орындық пен арқасының осылай қиылған тұсына мен осының артқы бөлігіне резинка тағып кеткім келеді, себебі жаңа түсіп тұрған бөлігі ары бері жылжып кетпес үшін жай ғана сол тұсына резинка тағамын. Одан бөлек мен қиындатылған әр затына, арқасына бөлек, орындығына бөлек киілетін қаптарды тігуге дайын емеспін. Оған менің уақытым да жоқ және жүйке жүйемде көтере бермейді. Сол себепті де қиындатпай осындай қарапайым көріністе тігіліп жатыр. Әзірге 3 қап дайын, мен ендігі оны беріп жібердім. Бұл менің өзімнің анамның сұрауы бойынша және өзімнің үйіме де орындықтарыма қап керек. Негізі осыны аяқтағаннан кейін өзімнің үйіме де дәл сондай қап тігіп аламын. Енді сіздерге де мүмкін пайдалысы тиіп қалар. Қандай қап тігемін деп ойлап жүрсеңіз, осындай өте қарапайым көріністе тігіп алыңыздар. Қосымша егер мен осы влог аяқталғанға дейін қапты тігіп орындыққа кигізіп жатсам, сіздерге фотосын салып кетемін түсінікті болу үшін. Немесе интернеттен алып қосымша қандай қап тігіп жатқанымды да көрсетіп кетемін. Жалпы сіздерге түсінікті болған шығар қандай қап тоқып жатқаным. Яғни қандай қап тігіп жатқаным. Келесі бұл менде бірнеше жыл бұрын тоқылған бұйымдар айдары деп айтайын. Тағы да бір бұйымдарды алып келдім, өзім бірнеше жыл бұрын тоқылған. Қазір сіздерге кезекпен көрсетемін. Бұл Family Look. Фото салып отырамын және қай жылы, егер тапсам, қай жылы тоқылғанын да көрсетемін. Қайырлы күн, мына тұстағы артық заттарға мән бермейміз. Енді менде қандай ыңғайы бар, солай көрсетіп жатырмын. Мен қазір өзімнің жаңа заттарыммен осы кардиганды сіздерге таныстырып өткім келіп тұр. Енді бұл жерде лампаны қосамын ба, жоқ осы терезенің жаңағы түсіп тұрған жарығымен түсіремін ба, түсіне алмай тұрмын. Қазір сіздерге лампаның жарығын салыстырмалы түрде қосып көрсетейін. 3 түрлі түс береді екен. Бұл бізде бірінші түс.
екіншісі бұл кішкене холодный екен, және үшіншісі теплый цвет. Және осындай жарқылдап тұратыны бар екен. Мен енді білмеймін қандай айырмашылығы бар. Жаңағы артында түсіп тұрған көлеңкесі кішкене маған ұнамай тұр. Мүмкін енді видеоны әрлеу кезінде ол көлеңкені де азайтуға болатын шығар. Жалпы енді барынша жан-жақты зерттеп жатырмын қазірге. Қазір жақыннан көрсетіп кетейін сіздерге бұл кардиганды таныстырып, және бұл жерде лампаны қосып тұрған жоқпын. Өзінің негізгі түсін қазір камера жақсы беріп тұр. Қазір жарық түсіріп сіздерге қосымша түсіріп көрейін. Лампаны қосуды жөн көрдім. Бұл жерде холодный цветті таңдадым. Енді бұл кардиган негізі менде бірнеше жыл бұрын тоқылған. Сіздерге қосымша информация жазып кетіп отырамын, ақпарат жазып кетіп отырамын, және қосымша фото салып кетемін. Бұл менде family look кезінде тоқылған. Анасына және 2 қызына, өзімнің туған әпкеме және 2 жиеніме. Енді бұл кардиганды мен өзіме алдыртып алдым, себебі қазір қыздар өсіп кеткеннен кейін құры үйде тұрмасын деп алдырттым. Негізгі мен бұны тарқатамын деп алдырған болатымын. Бірақ та өзім алып қолыма алғаннан кейін маған тарқату мен үшін өзімнің еңбегімді аядым шыны керек, өйткені өте сапалы тоқылған, өте тығыз, әдемі көріністе. 4,5 мм инебізбен және Газал Baby Wool XL жібін қолдандым. Міне жақыннан көрсетіп кетсем, алдында осындай қапсырма жасаған болатымын. Негізі кішкентай қыздарға, балаларға түйме болған жақсы, түйме немесе замок. Бірақ мен осындай қапсырма жасаппын. Одан кейін жеңінде осындай волны деген узор. Және бұл бүртіктерді мен өзім орналастырдым. Осы жаңағы толқынның ортасында осындай бүртіктер тұруын қаладым. Градиентпен тоқылған Тиффани түс. Ол кезде сол Тиффани түсі, градиент, сол кезде, сол жылдары тренд болып жатқан. Мен барынша соны пайдаланып алғым келді. Міне мен сіздерге осындай көріністе көрсетейін. Барлығы толық көрініп тұратындай. Міне бұл менде үлкен өлшемге тоқылған, яғни үлкен қызына тоқылды. Шамамен бір 8-9 жастағы қызға келетін шығар. Мен бұны жуып қойдым, әлі де кішкене дымқылдау. Себебі мен қазір осыны тазалаймын. Түйіршіктерін тазалап, одан кейін сатылымға шығарсам деген ойым бар. Себебі еңбегімнің босқа қалғанын қаламаймын. Көремін, мүмкін алдына тағы да бір түйме ма, мүмкін кнопка ма орналастыру жағын ойластырамын. Егер осындай замок орналастырсам тіптен жақсы болып кетер. Енді оны көремін, қаншалықты ыңғайлы болады осы тоқымаға. Енді қазір екінші түрін көрсетейін. Екінші түрі дегенде екеуі де бірдей ғой, тек қана бұл жерде планкасында айырмашылығы бар. Бірінші нұсқада планкасы платочная вязка узорымен тоқылса, екіншісінде осындай кезекпен тоқылды. Яғни оң тоқылып келеді да, ортасында белгілі бір қатардан кейін теріс ілмекпен тоқылған. Екеуі де енді планкасын жақсы ұстайды деп айтпаймын. Байқасаңыздар, ішіне қарай жиырылуы бар. Бұл енді оң тоқылудың өзінің әдісі, склонность дейді ғой, оң тоқылған кезде ішке қарай бұрылып кетуі бар. Сол себепті де енді тек замок қойсақ қана, немесе түйме, кнопкамен ғана осылай жақсы планка келеді деп ойлаймын. Себебі алдына ашқан күннің өзінде, немесе осы қапсырманы қойғанның өзінде кішкене ішке қарай былай бұралып кетеді. Бұл енді кішірек жасқа, 6-7 жасқа келетін шығар, мүмкін енді навырыс деп айтуға болады. Екеуі де өте жақсы, маған ұнайды. Жаңа айтып кеткендей, 2 қабатталған және 4,5 мм тоққаннан кейін қазірдің өзінде осындай әдемі сапада сақталған.
себебі қаншалық тығыз тоқылған сайын бұйымың созылмай, қатты түйіршіктелмей, әдемі қалыпта сақталады екен, және кигенге де байланысты шығар. Барлығын ашық жазып қоямын, киілген, осындай жылы тоқылған деп, және жеңілдік бағада сатылымға шығарғым келеді. Жаңа айтып кеткендей, family look болып тоқылды, және бұның үлкен өлшемін әпкем әлі де өзі киіп жүр. Фотодан да көрген шығарсыздар, барлығы өте әдемі көрінеді. Түстік үйлесімдері, жеңінде қолданылған өрнегі барлығы өзіме қатты ұнайды. Мына жерде жіптің шығып қалғанын байқап тұрмын. Солындай жаңағы қателіктердің барлығын қазір жөндеп, одан кейін сатылымға қалай бар солай шығарсам деген ойым бар, себебі босқа қалғанында қаламаймын. Тағы да бір кішігірім өзімнің қазір шабыт беретін бір қуанышым, алдағы уақытта өзім жасаймын қолыммен, оны көрсетемін. Жалпы айтып кететін болсам, өзіме арналған кішігірім жұмыс бұрышын бір үйдің бөлмесінен тапқан сияқтымын. Соны толықтырып, одан кейін келесі влогта мүмкін көрсетіп қалатын шығармын. Дәл қазір мен сол жұмыс бұрышыма қарап отырмын, қандай өзгеріс жасаймын деген сияқты ойлармен. Кері байланыс маған өте маңызды. Сол үшін де әлі тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жаңағы жылы лебізіңіз болса, жаза кетіңіз, сұрақтарыңыз болса, немесе беретін кеңесіңіз болса, жаңа айтып кеткен этно шапкаға байланысты қандай ойыңыз бар, соның барлығын жаза кетсеңіз, мен үшін өте маңызды. Кері байланыс болған сайын менде де шабыттанып, жиі YouTube арнаға видео, шеберлік сабақтар түсіруге шабытым ашылады. Осымен менің влогымда аяғына жетіп қалды. Кішігірім влог деп қанша минутқа созылғанын білмеймін. Алдағы уақытта менде жоспарым келесі аптада тігінді бастасам деген жоспарда бар. Яғни осы влогта да көрсетіп кеттім, орындықтарға чехол тігіп жатқанымды. Енді келесі аптада 2 балама пижама бастасам деп жоспарлап тұрмын муслиннен, және ер азаматыма шалбар муслиннен. Маған енді жаңағы лекаласын шығарып, дайындап қою керек осы демалыста. Содан кейін тігінді де қолыма алмасам, себебі маталарым құры, бетіме қарап өзімнің энергиямды алып жатыр. Бұл тігін енді сіздерге де қызық шығар деп ойлаймын, себебі бұл да қолөнердің бір түрі, және де өзімізге ұнайтын сападағы матаны алып, киім тігіп алсақ өте үлкен қуаныш, біз үшін үлкен көмек. Және қазіргі нарықта бізде лекала сатылуы кең таралып жатыр, өте қатты қуантады. Өзімізге ұнайтын кез келген өлшемде сатып алсақ, бағаларды қолжетімді. Қосымша мен сіздерге қай тігін арнасынан лекала алып жатырмын, бөлісіп кететін боламын алдағы уақытта. Назарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан.